Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар. Жалпы ораза ұстағаннан кейін ораза қабыл болды ма, болмады ма, және қабыл болса, оның белгілері бар. Осы жерде сол қабыл болғанның 5 белгісі туралы айтқымыз келіп отыр. Енді ең бірінші белгісі, оразаның қабыл болуының белгісі, бұл адам баласының оразаға дейінгі халінің оразадан кейінгі халінің арасында айырмашылық болуы, және сол айырмашылық жақсылыққа қарай өзгеруі, адам баласының жақсылыққа қарай өзгеруі. Мысалға, оразаға дейін кейбір күнәлар жасап жүрсе, және сол күнәлардан тәубе жасап, Аллахтан кешірім сұрап, ораза барысында сол күнәларын тастауға тырысып, сол күнәларын тастаса, және оразадан кейін сол жаман әдеттерін, жаман күнәларын істемейтін болса, бұл оразаның қабыл болды деген белгілерінен. Сол сияқты жалпы адам баласының жақсылыққа қарай оразадан кейін өзгеруі. Сол сияқты біз ораза уақытында көп түнгі намаздар оқимыз, Құран оқимыз, садақа береміз, басқа да көптеген құлшылықтар жасаймыз. Осы құлшылықтар оразадан кейін де сол өзінің жалғасын тауып жатса, бұл да оразаның қабыл болды деген белгілерінің бір белгісі болып табылады. Сол сияқты ораза кезінде біз өсек айтпауға, көп әңгіме айтпауға, жаңағындай ғайбат айтпауға, сол сияқты жаман мінез құлық, осының бәрін тастауға тырысамыз. Егер оразадан кейін осылар көрініс таппаса, яғни осындай жаман әдеттеріміз істелмесе, оразадан кейін оразамыз қабыл болды деген белгі. Сол сияқты ораза кезінде біз қоршаған ортамен, әке-шешеміз, көрші-көлем, сол сияқты басқа да қоғамдағы адамдармен жақсы муамалатта, жақсы қарым-қатынаста болуға тырысамыз. Және де соларымыз оразадан кейін жалғасын тауып жатса, альхамдулилля, оразаның қабыл болды деген белгілері. Оразаның қабыл болды деген белгілері. Жалпы бұл бірінші белгіге осы жалпылама айтқан кезде осындай нелер, сипаттар кіреді. Екіншісі бұл Аллахқа деген біздің оразамыз қабыл болды ма, болмады ма деген қорқыныш және жүрегіміздегі үміт. Яғни біз кесіп айтпаймыз, қабыл болды, қабыл болмады деп. Бірақ біз Аллах тағаладан қорқамыз және Аллах тағалаға үміт етеміз осы оразамыздың қабыл болуынан. Енді Аллах тағала Құранда айтады: «Ин такфуру фа инналлаха ғаниюн анкум». Егер сендер күпірлік қылсаңдар, Аллах тағала ғаниюн анкум, Аллах тағала сендерге мұқтаж емес дейді. Аллах тағала мұңсыз дейді. Бәлкім біз Аллах тағалаға мұқтажбыз. Сол сияқты Аллах тағала аяттың жалғасында айтады: «Вала ярда ли ибадихил куфр». Ол өзінің құлдарына күпірлікке вала ярда, ырза емес, яғни күпірлікте болуына Аллах тағала ырза емес. «Ва ин ташкуру фа инналлаха ва ин ташкуру ярдаху лакум». Егер сендер шүкірлік қылсаңдар, ярдаху лакум, Аллах тағала сендерге разы болады дейді. Осы жерден біздің түсінетіміз, біз қанша көп амал жасасақ та, қанша амалдар жасасақ та, біз Аллах тағалаға мұқтажбыз. Аллах тағала айтып тұр: «Ғаниюн анкум». Аллах тағала сендерге мұқтаж емес. Аллах тағала мұңсыз. Бәлкім сендер Аллах тағалаға мұқтажсыңдар. Бәлкім біздер, яғни Аллах тағалаға мұқтажбыз. Сондықтан әрдайым біз Аллах тағалаға мұқтаж екенімізді білдіріп, Аллах тағала деген жүрегіміздегі үмітіміз бен қорқынышымыз болу керек. Сол сияқты осы Рамазан айындағы оразаның парыз болған кезде Аллах тағала бәрімізге белгілі аят: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям». Ей иман келтіргендер, сендерге ораза парыз болды дейді. «Кама кутиба алаллазина мин qablikum». Сендерге дейінгі қауымдарға қалай парыз болғандай, сендерге де ораза парыз болды дейді. Енді осы аяттың соңына мән беретін болсақ, аяқ жағына лааллакум таттақун, лааллакум таттақун, бәлкім сендер тақуалық қылатын шығарсыңдар дейді. Бәлкім сендердің жүректерінде қорқыныш болатын шығар, бәлкім сендердің тақуалықтарын артатын шығар деген мағынада. Енді бұл да оразадан кейін осындай жүрегімізде тақуалығымыз артып, қорқынышымыз артып, сол сияқты үмітіміз болса, Аллахқа деген оразаның қабыл болды деген белгілерінен. Енді үшінші белгісі бұл оразаның амалымызда үздіксіз болу, амалымызды үнемі жасау. Айша анамыздан келген хадисте Айша анамыз айтады: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам ида амала амалан афбатах». Пайғамбар саллаллаху алейхи сондай болған еді дейді. Ида амала амалан, егер бір амал жасаса, афбатах, ол оны бекітетін еді дейді. Яғни үнемі жасайтын еді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір амал жасаса, оны үнемі тастамай жасайтын еді дейді. Енді ары қарай Айша анамыз жалғастырып жатыр: «Кама анна
ахаббал амал илаллахи ва расулихи алейхи салату вассалам ва алихи. Сол сияқты дейді, Аллахтың құзырындағы ең сүйкімді амал дейді, және оның елшісіне ең сүйкімді амал дейді. Адуамуха ва ин қаллата. Оның адуамуха ин қаллата дейді. Ол адуамуха, оның үнемі болу дейді, үздіксіз болу дейді сол амалдың. Ин қаллата, ол егер аз болса да дейді. Ол егер аз болса да дейді. Енді Айша анамыз әрі қарай жалғастырады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, Аллахтың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Ахаббул аъмали илаллахи адуамуха ва ин қалла. Аллах тағаланың алдындағы ең сүйкімді амал дейді, адуамуха, оның үздіксіз болу дейді, оның бірыңғай болу дейді. Ва ин қалла, ол егер аз болса да дейді. Егер аз болса дейді. Мысалға бір адам күнделікті 5-10 аятты күнделікті оқитын болса, соны үздіксіз жасайтын болса, ол қандай да бір зікір, қандай да бір Аллахқа деген өзінің құлшылығы болса, жеке оны күнделікті жасайтын болса, ол үздіксіз болса, сол Аллахтың алдындағы ең сүйкімді амалдар дейді, ең сүйкімді амал дейді. Бәлкім кім көп жасаса, ол бірыңғай жасалмайтын болса, ол бірде жасалмайтын болса, оданнан көрі көп болса да, одан жақсырағы аз да болса да күнделікті үздіксіз жасалған амалдар екен осыған қарағанда. Сол сияқты бұл жерде қорытындылайтынымыз, оразадан кейінгі біздің амалдарымыз үздіксіз болса, Құран оқуымыз, түнде намаз оқуымыз екі бас болса да, түнде намаз оқуымыз үздіксіз болса, тахажуд оқуымыз, Құран оқуымыз, садақа беруіміз, жақсы біздің мінез құлқымыз, жақсы қоршаған ортамен қарым қатынасымыз жақсара түссе, сол үздіксіз болатын болса, үздіксіз жалғасын тауып жатса, бұл альхамдулилля біздің оразамыздың қабыл болды деген белгілерінен. Төртіншісі бұл күнәдан алыстау. Төртінші белгі күнәдан алыстау. Сол сияқты құлшылықты не істеу? Құлшылықта біз өзіміздің құлшылықты жеңіл түрде жасауымыз. Яғни құлшылықта біз жеңілдік тапсақ, яғни бұл оразамыздың қабыл болды деген белгісі. Аллах тағала Құранда айтады: "Фаамма ман аъта ваттақа", кім дейді аъта берсе дейді Аллах жолында, Аллахның ризасы үшін, ваттақа тақуалық жасаса дейді, тақуалық келтірсе дейді. Фаамма ман аъта ваттақа, тақуалық қылса, Аллах жолында берсе дейді. Васаддақа бил хусна, ол шындықты растаса дейді. Шындық деген не? Шындық деген ол ең бірінші шындықтың негізі ол Аллах тағаланың жалғыз Құдай екеніне, Аллах тағаланың ешқандай серігі жоқ екеніне, Аллах тағала ғана құлшылыққа лайықты илах екеніне шындап соны пайғамбар саллаллаху алейхи еріп, Аллах тағаланың парыздарын істе деген нәрселерін орындап, тыйыл деген нәрселерінен тыйылып, Аллах тағала ырза болатын амалдар мен сөздерді жасау және соны растау, шындау. Васаддақа бил хусна дейді Аллах тағала. Соны растаса дейді Аллах тағала, фасану яссируху лил юсра, біз оның жолын жеңілдікке жеңілдетеміз дейді. Біз оның амалдарын деген сөз жеңіл жолға түсіреміз деген мағынада. Фасану яссируху лил юсра, яғни ол өзінің иманында, Аллахқа деген құлшылығында не істейді? Жеңілдік табады. Енді аяттың ары қарай жалғасы: "Ва амма ман бахила вастагна", ал енді кім дейді? "Ва амма ман бахила", кім сараңдықтан тыса дейді. Сараңдықтан тыса, Аллахның жолында бермесе, вастагна, ол өзінің мұқтаж екенін мойындамаса дейді, елемесе дейді. Яғни Аллах тағала мұқтаж екенін мойындамаса, елемесе, вакаддаба бил хусна, ол жақсылықты жалғанға шығарса, өтірікке шығарса, жақсылықтың жаңа біз мағынасын айттық. Вакаддаба бил хусна фасану яссируху лил усра, сонда біз оның жолын ауырлыққа жеңілдетеміз дейді. Яғни Алла сақтасын, имансыздықта, жаман амалда, күнә жасауда оның амалдарын соған жеңілдетеміз дейді. Яғни оның Аллахқа бойұсыну емес, керісінше бойұсынбауы, күнәһар болуына оның жолын жеңілдетеміз дейді. Ауырлыққа жолын жеңілдетеміз дейді. Яғни ауырлықтың түбі, Алла сақтасын, бұл тозақ. Енді бесінші белгісі, яғни біз осы құлшылықта жеңілдік тапсақ және күнә нәрселерден алыстасақ, оразадан кейін, альхамдулилля, бұл да оразаның қабыл болды деген белгілерінен. Енді бесінші белгісі бұл, оразаның қабыл болды деген белгісінің бесінші белгісі бұл жақсы көру, құлшылықты жақсы көру және күпірлікті, күнәһарлықты жек көру. Аллах тағала айтады:
Әлләзина аману ва татмаинну кулубухум бидикрилlah. Олар дейді, әлләзина аману, иман келтіргендер дейді. Ва татмаинну кулубухум бидикрилlah. Олардың жүректері дейді, татмаинну бидикрилlah, Алланы еске алумен тыныштық тапқандар дейді. Яғни құлшылықта, Алланы еске алуда адамның жүрегі тыныштық тапса, ол альхамдулилlah не иманды, құлшылықты жақсы көрді деген белгісі. Сол сияқты Аллах Тағала ары қарай жалғастырады аятта: Әла бидикриллахи татмаиннал құлуб. Әлбетте Алланы еске алумен жүректер тыныштық таппай ма дейді. Сол сияқты Аллах Тағала айтады: Валакинналлаха хаббаба илейкумул иман. Бірақ Аллах Тағала сендерге иманды хаббаба илейкум, жақсы көрсетті дейді. Вазайянаху фи құлубикум. Соны және иманды сендердің жүректеріне зейнелет дейді. Яғни жақсы көрсетті дейді. Соны иманды жүректерінде жақсы көрсетті дейді. Яғни біз иманды жақсы көруіміз, иман жүрегімізде әдемі болып тұруы, бұның бәрі Аллахтың бізге берген несі нығмет екен. Аллах Тағала бізді соны жақсы көрсеткен екен. Сол сияқты Аллах Тағала ары қарай жалғастырып айтады: Вакарраха илейкум аль-куфра валь-фусуқа валь-исян. Сол сияқты Аллах Тағала сендерге күпірлікті, қарсы келуді, имансыздықты, валь-фусуқ, пасықтықты, жаман нәрсені, валь-исян, күнәһарлықты, бойұсынбаудықты карраха илейкум дейді. Сендерге оны жаман қылып көрсетті дейді. Яғни біз оны жек көреміз Аллахтың бізге қалауымен. Егер адам баласы осы жоғарыда айтылған сипаттарда болса, яғни иманды жақсы көрсе, жақсылықты жақсы көрсе, сол сияқты амалдарында жеңілдік тауып осы нәрселерді жақсы көрсе, сол сияқты күпірлікті, пасықтықты, осыларды, күнәһарлықты жек көрсе, бұл не дейді? Осы сипаттар табылса адамның бойында, бұл оразаның қабыл болды деген белгілерінен. Сол сияқты осы аяттың соңында Аллах Тағала айтады: Улайка хумур рашидун. Міне осылар дейді, тура жолдағы адамдар дейді. Улайка хумур рашидун. Осылар тура жолдағылар дейді. Тура жолдағы момындар деген мағынада. Осы негізгі 5 белгі. Осы белгілер кімнің бойынан табылады оразадан кейін? Альхамдулилля, Аллах Тағаланың бізге берген нәметімен осы оразаның қабыл болды деген белгілерінен. Аллах Тағала бәрін білуші. Аллаху алам.